бүгін Достық үйінде біз Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы медалімен азаматтарды наградтап жатырмыз, марапаттап жатырмыз. Осы Достық үйінде Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелері елдің бірлігіне, ынтымағына ерекше үлес қосып, орасан шаруалар атқарып жатқан жағдайлары бар. Сондықтан осының бәрін ескере отырып, мемлекет басшысының атынан арнайы бүгін медальдарды табыстадық. Сонымен қатар қала әкімі Алтай Сейдірұлы Күлгіновтің құттықтау хаттарын, құрмет грамоталарын, қала әкімінің орынбасары Асхат Раздықұлының мадақ хаттарының барлығын бүгін тиісті азаматтарға табыстадық. Әрқашан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Хотим поблагодарить руководство города за то, что отметили наш труд, за то, что всегда на пульсе того, что происходит в нашей многонациональной стране. И сказать, что мы готовы впредь дальше работать и осуществлять все необходимые для каждого из нас мероприятия.